Армысыздар сұлуларым, мінекей көптен күткен көктем де келді. Бүгін көктемгі бет күтімі жөнінде айтатын боламыз, сондықтан арнамызға жазылып, соңына дейін көріңіздер. Көктем келіп, иммунитет әлсіреп, шаш пен тырнаққа және терімізге де әсер етеді. Көктемде бет терісі құрғап, өңін жоғалта бастайды. Сондықтан келесідей кеңестерге құлақ түріңіз. Таза ауада серуендеңіз, 8 сағаттық ұйқы режимін сақтаңыз. Жеміс-жидектер мен көкөністерді молырақ пайдаланыңыз. Ыстық ванна қабылдаңыз, немесе моншаға барыңыз. Бұл қыс бойы ағзада жиналған токсиндардан арылтады. Бет күтіміндегі ең бастысы бетті таңертең және кешке тазартып, күтім жасаңыз. Көктемде құбырдан келетін сумен жуынбаған жөн. Мейлінше қайнап суытылған сумен жуыңыз. Шөптер тұнбасымен жуынсаңыз да нұр үстіне нұр болар еді. Егер теріңіз майлы болса, шөптер тұнбасын мұзға тұратын ыдысқа салып, мұздатқышта қатырып алып, күнделікті бет жусаңыз, бет терісіндегі тесіктерді тарылтып, май бездерінің жұмысын ретке келтіреді. Майлы тері иесіне құрамында спирті аз құралдарды қолдану керек. Қыста пайдаланған майлы қорек беретін кремдерді бірте-бірте ылғалдандыратын кремдерге ауыстырамыз. Құрғақ тері көктемде одан әрі құрғап көмескіленеді. Сондықтан сұйықтықты көп ішіп, сапалы ылғалдандыратын крем жағамыз. Ылғалдандыратын маскаларды да ұмытпаймыз. Көктемнің жайма шуақ күндері бәрімізге ұнағанымен ультракүлгін сәулелер бет терімізге кері әсерін береді. Далада күн сәулесінде көп жүру бетті күйдіріп, құрғатып жіберуі мүмкін. Сондықтан сыртқа шығарда күннен қорғайтын кремді міндетті түрде жағуымыз керек. Күннен қорғайтын, яғни SPF кремді күнделікті 2,5 сағат сайын жаңартып жағып отыру керек. Сонымен қатар кремнің қаншалықты қорғай алатыны да маңызды. SPF 15 ультракүлгін сәулесінің 93-95%-ын бұғаттаса, SPF 30-97%-ын, ал SPF 50-98%-ын бұғаттайды. Көктемгі бет күтімінде үй жағдайында маска жасауда мына ережелерді сақтаңыз. Майлы теріге негізінен тазартқыш маскалар, ал құрғақ теріге нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар қолданған жақсы. Егде жастағы ханымдарға бет күтіміне қосымша жасартатын және тартатын маскаларды қосу керек. Мұндай маскаларға алдағы видеоларда жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.